Достар, жалғастырамыз. Видео өшіріліп қапты, енді екіге бөлмесем басқаша болайын деп тұр. Енді екіге бөліп қоюым керек болды. Достар, енді жалғастырамыз. Хэнктің осындай заттарын көріп жүргенбіз. Хэнкке бір не бар? Шарк Хэнк, акула Хэнк скин бар. Блинкпен, достар, осындай блинк деген зат бар. Бұған эмоция, немесе спрей, немесе игонка игрока, немесе скин сатып ала аласыздар. Міне осындай заттан алады блинкті, және Brawl Pasстан алады. Достар, бұны не үшін аударып атырмын десеңіздер, орысша немесе ағылшынша білмесеңіздер, осы мен видеомды көріңіздер. Ал көріп қана қоймай, лайк пен подписканы жасай салыңыздар. Осылай сіздерге көп ақпаратты бере аламын. Енді осындай заттар болады. Каталог деген осындай зат. Осыған кіріп ала аласыздар заттарды, әрқандай заттарды. Каталог деген заттан аласыздар. Апталық неде де аласыздар. Осындай заттан аламыз. Brawl Pasстан аламыз. Мынандай заттар қазір жоғалып кетуі мүмкін, или жоғалмауы да мүмкін, білмеймін. Бірақ түсінген бойынша жоғалады. Оның орнына блинк келеді. Екі боятс шығады. Және 20 браулерге 20 скин болады. Осылай блин алады. Және мынандай зат бар. Бір адамға лайк басасыз, немесе оның қанша адамды өлтіргенін, немесе қанша рет өлгенін, және ұруының көре аласыздар ендігі сезонда. Және оған сізге ұнап тұрса, оған лайк басасыздар, мықты деп лайк басасыздар, басқа да заттар болады. Осындай затты шығарады. Негізі нормально. Және блинді осындай жерден де алады. Достар. Мықты бірақ. Блинді осындай жерден алады. Блинді 3 жерден алады. Brawl Pass. Және ең қызықты жаңалық өткен волейболды қосады. Және екінші қызықты жаңалық жаңа не испытание секілді, бірақ испытание емес, бірақ хот-дог жинайтын андай соларшыда қосылады. Хот-дог жинайды да. Хот-догтан жұмыртқа секілді заттарды алатын шығар. Бірақ оны анықтамаған, кейін білеміз. Достар, осылай Brawl Talk бітеді. Бұда көптеген жаңалықтар болады. Ендігі сезон 9-8 күннен кейін ашылады. Ол сонда қазір қаншасы? Бүгін 22-сі. 30-ы немесе біріне обновление. Ондай болса, достар, сіздермен болған мен Расыл. Баршаңызға сау болыңыздар. Лайкпен тіркеліп кетіңіздер.